қалашығы ашылды. Аумағы 17 гектар болатын су қалашығы бір күнде 4 мыңға жуық адамды қабылдай алады. Бүгіннің өзінде онлайн мыңнан аса билет сатылып кеткен. Мұнда Зер мобильді қосымшасы арқылы кіре аласыздар. Нысанды соғу үшін 2 миллиард теңге қаржы кетті. Ал тариф бағасы, яғни кіру құны ересектерге 5 мың теңге, балаларға 4 мың теңге. Ауқымды жоба өңірдегі туризмді дамыту бағдарламасы аясында қолға алынған. Аквапарк заманауи, жаңа технологиялармен, жаңа жабдықтаумен жабдықталған. Барлық халықаралық стандарттарға сай келеді. Кететін жағдай бұл тек қана мынау үлкен жобаның бірінші кезеңі ғана. Екінші кезеңде мынау қазір көлді тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Осы айдың ішінде көлді суға толтыру жұмыстары басталады. Үшінші кезеңде осында 4+қа сәйкес стандарттық қонақ үй құрылысы жоспарланып отыр. Сыйымдылығы 4 мың адамды құрайтын отбасылық демалыс орнында жалпы көлемді 4 бассейн, сонымен қатар түрлі әткеншек, толқынды бассейн секілді заманауи құрылғылар орнатылған. Бұл демалыс алаңында теңіздің жағалауындағыдай сезінетіндей мүмкіндікте болу үшін толқынды бассейн бар. Сондай-ақ ортақ тереңдігі 1,7 метр болатын тереңдікте үлкен бассейн, ересектерден алған, балаларға арналған 2 бассейн бар, және биіктіктен сырғанап түсетін, 13 метр биіктіктен сырғанап түсетін су сырғымасы бар. Сондай-ақ осы жерде халық көтеріңкі көңіл өткізіп, уақытын тиімді пайдаланады деп ойлаймыз. Орталық Азиядағы ірі аквапарктердің бірі саналатын бұл кешенде қауіпсіздік жағы жоғары деңгейде қарастырылған. Оборудование все турецкое. Жабдықталуы толығымен Түркия елінен. Талаптарға сай, ең бастысы қауіпсіздігі жоғары. Су жағына келетін болсақ, су өте таза, сүзгілеуі еуропалық сапада, және әр 2 сағат сайын суды тазартып отырамыз. Пайдалануға берілген демалыс аймағы қала тұрғындары мен қонақтарының сүйікті демалыс орындарының біріне айналары сөзсіз. Добрый день, дорогие друзья. Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін бізде Зербұлақ аквапаркінің ашылу кеші өтіп жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте әдемі су қалашығы. Біздің Орта Азиядағы ең жақсы демалыс орны деп білемін.